Қазақстан әлем елдері арасында алғашқы болып ядролық қарудан бас тартты. Семей сынақ полигонында 40 жыл бойы жүргізілген ядролық қаруды сынау адамдардың денсаулығына мен айналадағы табиғи ортаға үлкен зиян келтірді. Бүкіл Семей аумағы мен Павлодар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарының полигонға жақын жатқан аудандары экологиялық апат аймағы деп танылды. Семей сынақ полигонының жабылуына Невада-Семей қозғалысы мен оның лидері, танымал қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов үлкен үлес қосты. 2009 жылы Қазақстанның бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 29 тамызды халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күні деп жариялады. Семей ядролық полигонында алғашқы сынақ 1949 жылы 29 тамызда өткізілді. Дәл осы күні 1991 жылы Қазақ КСР президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей сынақ полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Көкшетау облысынан Семей сынақ полигонында отан алдындағы әскери борышын өтеген адамдар аз емес. Солардың бірі Балғабаев Мұратбек Егенбайұлы. Әскерге дейін бірнеше мамандықты игерген, ол ерекше құпия бөлімшеге жіберілді. 2 жыл бойы полигон дәл орталығында Курчатов қаласында әскери борышын өтеген. 82 жылы әскерге бардым. Ода қай жер екенін білмедік. Содан кейін біле бастадық, мына полигон екен. Сол полигонда біз міне 84-ке дейін әскерде болып, борышымызды еңбекпен өткізіп, отан үшін деп жарылыста болдық, нақты жарылысында көрдік, көзбен көрдік, қанша оқиғаларды көрдік. Олар сонымен қалсын деп ойлаймын. 84 жылы мүгедек болып келдім әскерден. Жүнісов Байтас Ажметұлы әскерге 1974 жылы шақырылды. Көкшетаудағы комиссариаттан ол басқа сарбаздармен Жамбыл облысы Отарға гвардиялық полкқа әскери оқу орталығына жіберілді. Сол жерде 6 ай бойы жауынгерлер химиялық және радиациялық қорғаныс курсын игерді. Әрі қарай әскери қызметін Байтас Ажметұлы Аягөз қаласында өтеген. Әскерде ол әрқашан басқаларға үлгі болды. Сарбаздардың әрқайсысы үшін алаңдап көмектесті. Өзі білетін барлық нәрсені үйретті. Тіпті оның әскери кәсібилігін туралы Красное Знамя газетінде жазылды. Әскерден кейін 22 жыл ішкі істер органдарында қызмет етті. Бірақ денсаулығына байланысты қызметтен зейнетке ерте шығып кетті. Жарылған жерге ол балапан 2 дейді. Сол балапан 2 жерге түстім. Мен сол жарылыс болған жерге түстік. Біз палатка құрған жер, ол адам где-то 50-70 шақырым араға шықтығы. Сол жерден дайын машина бүкіл немізді форма бәрін киіп, азықаларын бәрін киіп, бәрін сол жерге бардық. Ол жерде көп істемейміз, біраз берген уақыт бойынша істейміз де, бүкіл ona өлген малдар жинадық. Яғни обработка жасадық. Үлкен зил деген машинамен, арыс 12 деген машинамен зил дейді. Солам обработка жасаумен сонымен айналыстық. Осылай біз сонда жұмыс істедік. Сол істеп жүрген уақытымызда маған берілген жас балалар, өзімнің кіші балалар. Сол балалар байқамай, демала алмай, фортепиано ашып жіберіп, анау радиация өте жоғары дәрежедегі жерден радиация сіңіріп кетті денелеріне. Содан олар ауыра бастады, олар демалмай қалды. Одан оларды госпитальге қайтаруға тура келді. 9 адамды госпитальге қайтарып бердім. Одан қалғандарымызды сол нете бастап, сосын бізді қайрады бізді неге жарты өткесін бізді алып берді Аягөзге. Соны Аягөзде өзім де ауырып қалдым. Өзім жатып 2 рет жатып шықтым больницаға. Анау 9 адам, 9 баланы үйлеріне қайтарып берді. Олар ары қарай борышын өтеуге жарамай қалды. Бақытбаев Абай Оразұлы 1977 жылы күзде әскерге шақырылды. Отан алдындағы борышын Аягөз қаласында өтеген. Әскерде шопыр болып жұмыс істеп, БТР-60 ПУ және ТРН-131 жүк көлігін жүргізді.
Әскерден кейін әртүрлі қызметтерде жұмыс істеп, зейнетке шыққанға дейін 22 жыл Алтынтау Көкшетау компаниясында қызмет жасаған. Радиация салдарынан өзі ғана емес, балалары да зардап шегуде. Алтынтау Көкшетауда 22 жыл жұмыс істеп, пенсияға шықтым Алтынтау Көкшетаудан. 22 жыл жұмыс істеп. Онда да уран, мышьяк, цианид. Әскерде де ядерный полигонның зардабын көріп келдік. Бір ұлым әскерге барып қайтып келді, бір бүйрегі жоқ. Үлкен ұлым невромен ауырады. Осының бәрі Семей полигонының зардабы деп есептеймін. Мәдиев Балташ Жұмажанұлы 1952 жылдың наурызында Омбы облысында өмірге келді. Қазіргі кезде зейнетте. Әскерде шопыр болып жұмыс істеп, үйге 2,5 жылдан кейін ғана оралды. 1970 жылы майда әскерге шақырылдым. 12 майда сосын Семей қаласына барып орналастық. Семей қаласында 1 жыл тұрдық та, 1 жылдан кейін ар жағында Жарма ауданы Георгиевка деген поселокты жалғастырдық. 2 жыл біткеннен кейін бізді тағы да жарты жылға алып күзгі уборка дейді ғой, егін жинауға шопырларды соған алып қалып, сосын уборкаға жіберді. Уборка машинды Георгиевкадан Өскемендіге барып, солардан артып Макинка қаласына алып келді, Ақмола облысына, бұрынғы Көкшетау облысы. Сонда Капитоновка деген совхоздан Макинкаға, Жалтырға бидай тасыдық. Күзді күні оралып, машинды қойып неткенде, ол желтоқсан, декабрь айы болды. Декабрьдің 1-інде бізді үйге жіберді. Қыс жазға киіммен, қысқы киім берілмейді. Солай қысты күні үйге келдік. 2 жыл жарымнан артық. Семей полигонының ардагерлері және олардың балалары радиациядан зардап шегіп жатқандарының белгілі. Денсаулықтарына байланысты олар дәрігерлердің көмегіне жиі жүгінеді. Оларға кейбір жеңілдіктер қарастырылған. Бірақ оларға қол жеткізу үшін талай құжаттарды рәсімдеу керек. Көбілер ардагерінің ресми статусында алған жоқ екен. Осындай мәселелерді шешу үшін Мұратбек Балғабаев 2020 жылы Ақмола облысы бойынша Семей-Невада қоғамдық бірлестігін құрды. Мына Көкшетау облысында Семей-Невада Ақмола бойынша Семей-Невада қоғамдығын аштық. Соның председателімін. Қазір тіркеліп тұрған 60 адамдай бар. Ал облыс бойынша. Оның жартысы алады, жинақысын жартысы алмай жатыр. Көбі семьялары бар, семьяларынан алды, көбі қайтып жатыр. Жуырда 2-3 адамды жөң өттік. Енді сондай жерден келгесін өздеріңіздер білесіңдер. Сол мына біздің көп әкімшілікке міне рахмет айтамыз. Қазір көп жәрдаққа беріп жатыр, міне льготтарын алып беріп жатыр. Көшеде тегін жүргізіп жатыр бізді. Сол мына жастар әскерге барыңыздар. Отанымызды қорғаныңыздар біз көген. Отанымыз мықты болса, қазір өсіп жатқан жастар да мықты болады. Елімізде мықты болады. Ешкім бізге қарсы келемейді. Вот жастарға сіздерге айтатынымыз, отанымызды сүйіп, әскерге баруыңызды тілеймін.